Бай мен баласы. Ертеде бір бай болыпты, оның жалғыз баласы болыпты. Әлгі баласы жылқы бағып отырса, бір сағым түсіп тұрады. Кейін түнде әлгі бала айтады: ақ түйеге мінген қыз, жерді басып жүрген қыз дейді. Онда әлгі сағым айтады: ақ түйеге мінгенбіз, жерді басып жүргенбіз, зердең болса іздеп тап. Әлгі жылқы баққан бала үйіне келіп, маған осындай бір сағым сөйлейді. Сол сағымды іздеп табам деп әкесіне айтады. Әкесі барма дейді. Жоқ, барып іздеймін дейді. Маған қандай ат бересің деп сұрайды бала. Әкесі: тіл алмадың. Енді өзің барып, етегіңді қаудыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Бетіңе қарағанды мін дейді. Әлгі бала етегін қаудыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға барса, бір қотыртай қарайды. Қарақонақ дейтін әлгі тайды жүген дегенде дөнен болады. Ер салғанда 5-ті болады. Мініп алғанда 8 жасар ат болады. Содан кейін іздеп шығады. Әлгі сағымды іздеп келе жатып бір көлге жолығады. Әлгі көлде мүлдем өте алмайды. Атын бір ай жаратып қарқытқанда көлдің арғы жағына шығады. Келе жатса бір жерде бір торғай шырылдап тұрады. Әлгіні көріп бір шынтағын қанатып еді, торғай қызға айналып кетеді. Кейін жолда келе жатып бір кісіге жолығып сұрағанда, жолда айдаһар бар дейді. Әлгіге қызды садақаға береді. Сонымен келе жатса жолда бір айдаһар тұрады. Екеуі алысып, ақырында ойды қырқылып, қырды ой қылып айдаһарды жеңеді. Содан кейін келе жатып бір жерге келгенде әлгі ат айтады: сұр мерген дейтін мерген бар. Түстік жерден атып, күншілік жерден болжайды. Мен еңкей дегенде еңкей дейді иесіне. Иесі жарайды дейді. Бір жерге келгенде еңкей дейді, еңкейеді. Әлгі ауылға келеді. Сұр мерген: менің атқан кісім өлмей қалушы еді деп мылтығын алып ұмтылғанда, әйел жібермейді. Үйіне түсіріп, неғып жүрсің дейді. Сонда айтады: мен осындай сұлу қызды іздеп келемін. Ондай болса мына жерде жақын дейді. Содан кейін ерте тұрып әлденеше қабат темір үйге барады. Бара жатқанда жолда ат айтады: мені байлап кет дейді. Әлгі үйді көріп асығып атын байламай кетеді. Ол үйге барса 7 бөлмесінен өтіп ең төргі бөлмесінде бір алтын сандық тұр екен. Ол сандықты ашса сұлу қыз жатыр. Сөйлесіп бір-бірімен келіседі. Кейін сыртқа шықса аты өліп қалыпты. Жылап қайта келеді, атым өліп қалды деп. Сонда қыз айтады: бір дәрі беремін. Әлгі дәріні ескеген ат тіріледі. Әлгі қызды алып бір-бірімен дәурен өмір сүріп тұрады. Сонда бір жалмауыз кемпір әлгі қызды ханға келіп беретін болып келеді. Шешесі жоққа шеше болам деп жүр екен деп қыз байын айтады. Біз шеше қылып алайық деп шеше қылады. Кемпір бір күні әлгі қыздан сұрапты: сенің байыңның жаны қай жерде, соны сұра дейді. Кешке жігіт келген соң жанын сұрапты, айтпайды. Келіншегі өкпелейді. Кейін барып бала айтады: менің жаным ұлтарағымның астындағы ақ бәкі дейді. Кемпір бәкіні ұрлап алады. Әлгі жігіт өліп қалады. Келіншегі жылайды. Кейін өлгеннің артынан өлемісің, жүр суға түсейік деп ертіп алып, алдап қапқа салып ханға келіп береді. Жігіттің аты суға тастаған бәкіні алып, жігіттің ұлтарағына салса, жігіт тіріледі. Басын көтеріп алса, әйелі жоқ. Іздеп шығып келе жатса, бір қойшыға жолығады. Бұл кімнің ауылы дейді. Бір ханның ауылы дейді қойшы. Мұндағы жиылыс не дегенде, хан бір әйел әкеліп, соның тойы болып жатыр дейді. Ол әйел кімдікі деп сұраса, бір сұлу қыздың байын өлтіріп, жалмауыз кемпір әкелді дейді. Әлгі жігіт қойшы болып бармақ болып: мына судан қайтып өтесің дегенде, құрғырдың суы құры десе су құрып қалады дейді. Содан кейін қойшының киімін алып қойды ауылға айдап келсе, судан өте алмайды. Манағына ұмытып қойды лақтырады. Хан көріп: ан тұрған неге ұмытасың дегенде есіне түсіп, құрғырдың суы құры дейді. Су құриды. Баяғы қойшы деп хан оны жаңа еліне тамақ апарып беруге қосады. Тамақ апарып берген болып
келіншегімен көрісіп, кешке қашып еліне келеді. Аймақтағы елді шақырып, ала биені сойып, төмендегі елді шақырып, жорға сойып, той қылып, бай болып, барша мұратына жетеді.